кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар легі және студияда мен Толқын Баталова. Ал бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Түнгі серуен түнгі уақытта қыдырған балалардың ата-аналарына 30 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Қатты әуен музыка тыңдауына байланысты, тыныштықты сақтауға байланысты арыз түседі. Оқулық қоры жаңа кітаптармен кімдер білім алатын болады? Яғни биыл бастаушында 2 стандарттын оқиды. Қайта есептеу артық төлеген тұрғындардың ақшалары қайтарылмақ. Енді біз әрбір тұрғынмен кездесіп, қайта есептеу жүргізіп жатырмыз. Көшеге кезіп жүрген балалар үшін ата-аналары жауапқа тартылды. Жазға демалыс уақытында сағат түнгі 11-ден кейін қоғамдық жерде қыдырған 146 бала ұсталды. Олардың 15-і заңға бағынбай, ойын-сауық кешендерінде жүріп, компьютерлік түнгі клубтарда ойнаған. Оған қоса полиция қызметкерлерінің қолына екінші рет түскен. Сондықтан 15 баланың әрқайсының ата-анасы 30 мың теңге көлемінде айыппұл төледі. Сонымен қатар қала тұрғындары түн ұйқысын бұзғандарға ашулы. Балқашықтардың көбісі түнгі сағат 11-ден кейін есік алдында шулайтын, әуенді қатты қосып тыңдайтын жастарға шағымданатын көрінеді. Түнгі уақытта тыныштықты бұзу, яғни былтыр 22 арыз тіркелген болса, осы жылы 47, 7 айдың ішінде 47 тыныштықты бұзу фактілер тіркелді. Яғни тұрғындар көршілеріне немесе көшеде отырған жастардың қатты әуен музыка тыңдауына байланысты, тыныштықты сақтауға байланысты арыз түседі. Оқу жылына дайынды қаладағы кітапхана сөрелері жаңа кітаптармен толықтырылуда. Биыл жаңа бағдарламаға толы оқулықтармен 1 және 8 сынып оқушылары қамтылмақ. Ал бұл кітап қоры несімен ерекше, ол туралы келесі сюжетте. Әр оқу жылына дайындық кітапханадан басталады. Кітапханашы Любовь Калкеева әдеттегінше жаңа оқулықтарды реттеп, оқушыларға тарату үшін саралап жатыр. Қазір мұнда 1 сынып оқушылары үшін жаңа кітаптардың 1 топтамасы келді. От учебников прошлых лет. Бұл оқулықтар бұрынғыдан өзгеше көрінеді. Олар бірнеше бөлімге бөлінген. Мәселен, біз сауат ашу кітабын алдық. Мұның өзі 3 бөлімнен тұрады. Және бұл кітаптарды біз оқушыларға біртіндеп береміз. Әйтпесе бала жоғалтып алу мүмкін. Ал бұл оқулықтардың мазмұны біраз өзгерген. Яғни енді оқушының ойлау қабілеті барынша даму үшін логикалық тапсырмалар көбірек беріледі. Олар бұдан бұлай көп жазу жазбай, мұғаліммен бірге жаттығулар орындамақ. Оған қоса бала мемлекеттік және орыс тілінен өзге ағылшын тілінде төменгі сыныптан бастап үйренетін болады. Яғни биыл бастаушында 2 стандарттын оқиды. 1 сыныптар жаңару стандартымен, 2-4 сыныптар ескі стандартын оқи береміз. Енді осы білімнің жаңаруына байланысты барлық 1 сынып қабылдайтын мұғалімдердің барлық курстан 100% өткізілді. Қарағанды облысының шеберлік орталық тарапынан және мұғалімдердің біліктілік арттыру орталығы өрлеу тарапынан 100% өткізіліп отыр. Қазіргі күні қала мектептеріне 1 сынып оқушыларына қажетті кітаптардың тек 35% ғана келді. Қалғандары тамыз айының соңына дейін жеткізілмек. Алайда бастауыш сынып оқушылармен қатар биыл 8 сынып балалар да жаңа бағдарламамен білім алатын болады. Жаңа оқу жылында барлығы жаңа кітаптармен толық қамтамасыз етіледі деп уәде етті білім бөлімінің мамандары. Толқын Баталова, Ильяс Тукебеков, Өркен медиа. Электр қуаты туралы ақпарат естеріңізде болса, бұған дейін ескі жарық есептеуіш құралдары бар тұрғындарға 500 киловатт жазылған болатын. Ал енді сол балқашықтарға Балқаш-Энерго мекемесі қайта есептеу жүргізіп, бұқараның артық төлеген ақшаларын қайтып беретін болды. Бірақ та тоқты есептейтін ескі құралдары барларға жаңа төлем жүйесі енгізілмек. Мысалы үшін бұрын есептеуіш құралдарының жарамдылық мерзімі өтіп, бірақ та қолданыста тұрған пәтер иелері тұтыну нормаға байланысты 500 киловаттан төлеген еді. Ал қазір жаңа заңға сәйкес тұтыну нормасы пәтердегі бөлме санына байланысты болмақ. Мәселен, тамыз айында бір бөлмелі пәтердің жарық ақысы 173 киловаттан есептелінбек. Ал 2 және 3 бөлмелі баспаналар 189-198 киловатт бойынша есеп айырысатын болады. Және ең көп төлейтіндер 4-5-6 бөлмелі үйлер. Олар айына 230 киловатт бойынша ақша төлейді. Сондай-ақ ай сайынғы киловатт мөлшері мерзімге байланысты болмақ. Балқаштықтар маусым шілде айларында аз, қыста 2 есе көп төлейді. Были начисления
Ескі есептегіш құралдары бар тұрғындарға 500 киловатт жазылған болатын. Енді біз әрбір тұрғынмен кездесіп, қайта есептеу жүргізіп жатырмыз. Осындай болған қолайсыз жағдайды біз бір ай ішінде жойып, бір қалыпқа келтіретін боламыз. Жарық туралы бұдан өзге тағы бір тосын сый бар. Ағымдағы айда тұтынушылардың барлығына қате түбіртек таратылғаны анықталды. Себебі бұл қағазда жұмсалған энергия мөлшері не оның бағасы көрсетілмеген. Ал мұны мамандар компьютерлік бағдарламадан кеткен қателік дейді. Сондықтан балқашықтарға тамыз айының соңында жаңа түбіртек таратылмақ. Қазір біз ағымдағы айға есептеу жүргізіп жатқан жоқпыз. Тек жұмсалған жарық туралы ақпараттарды қабылдаудамыз. Ал қате түбіртектердің таралуы бағдарламадан кеткен қателік. Сондықтан жаңадан тағы да тарататын боламыз. Шаһардағы көп қабатты үйлердің 250-і жылу беру маусымына дайын. Бүгін Балқаштағы ең үлкен КСК Балқаш Универсал осындай қорытынды жасады. Қазір қызмет көрсетуші мекеме Қалмұқов көшесіндегі 5-ші үйде соңғы жұмыстарын аяқтап жатыр. Онда тек жаңа құбырлардың сапасын сынақтан өткізу ғана қалды. Одан кейін бұл үй жылуды қабылдауға толықтай дайын болмақ. Жалпы Балқаш Универсалдың қармағындағы 375 үйдің 255-і қысқа толықтай дайын. Ал коммуналшылар қалғандарын қыркүйек айының соңына дейін аяқтамақ. 375 томда Балқаш Универсал автолут етеді. Осыған дейін бізде былтыр жылдары 365 том болған, ал қазіргі таңда 375 том. Бұл 375 томның 255 үйіміз біздің. Олар кәдімгі мынау госэкспертиза дейді ғой, содан өткен. Оған біз жаңағы жылу жүйесіне дайындықтың бәрін алдық. Ал қалған үйлердің бәрін енді осы сентябрьдің аяғына дейін бүкіл үйлерді толықтай қысқа дайындығымызды толықтай бітіреміз бе деген ойымыз бар. Оны бітіреміз де. Оған бүкіл материал, бүкіл жабдықтар бәрі дайын. 206-тан астам мемлекеттің басын қосқан Рио Олимпиадасы өз мәресіне жетті. Нәтижесінде Қазақстан 22-ші орынға тұрақтанды. Біздің елдің қоржынында 3 алтын, 5 күміс және 9 қола. Осылайша медальдік көрсеткіштермен рекорд орнатқан отандастарымыз Олимпиада ойындарында 17 жүлдені қоржынға салды. Бірнеше күнге созылған тартысты бәсекеде ел үмітін ауыр атлетші Нижат Рахымов, суға жүзуден Дмитрий Баландин және команда капитаны боксшы Данияр Елеусінов ақтап алтыннан алқа тақты. Десе де барлық жүлдегерлер Қазақстанның заңына сәйкес ақшалай сыйақыға ие болды. Олимпиада спортшыларына мемлекет қазынасынан 1,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Оған қоса жеке бапкерлер мен ұлттық құрама бапкерлері де марапатталады. Айта кетейік, Қазақстан спорттық кесте бойынша Өзбекстаннан кейін тұрақтанды. Ала тақиялы ағайындарымыз 21-ші орында. Бүгін жаңалықтарымыз осындай. Алда орыс тіліндегі ақпараттар легі күн сайын кешкі сағат 20:00-де біздің арнамыздан жаңалық күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.